Баршаңызға қайырлы күн. Көксерке балығы қосылған салат жасаймын. Яғни судак балығы. Көксерке балығын 5-6 см көлемінде турап аламыз. Балықты маринадтау үшін дәміне қарай аздап тұзын қосамыз. Апельсиннің 1/3 бөлігінің шырынын, 1 ас қасық соя тұздығын, видеодағыдай бальзамнан жарты ас қасық қосамыз. Араластырып 30 минутқа маринадталғанша қоямыз. Майда орташа отта қыздырып, балықтың екі жағын қуырып аламыз. Күйіп кетпеуін қадағалаңыздар. Листья салатаны үлкен бөліктерге бөліп кесіп шығамыз. Тәтті болгар бұрышын тураймыз. Салаттың соусын дайындаймыз. 1 ас қасық бальзаммен апельсиннің 1/4 бөлігінің шырынын араластырамыз. Екеуін бір келкі болғанша араластырып, салаттың үстіне құйып, салатты араластырамыз. Үстіне қуырған балықты саламын. Бетін бальзаммен әсемдеймін. Салаттың дәмі өте ерекше, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда өзіме ұнаған жасап көрген рецептілермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.